Батыс Қазақстан облысында 17-ші Жайық-Орал тарихи-мәдени экологиялық экспедициясы басталды. Жайық бойында тұрақты өткізіліп келе жатқан жорыққа биыл Қазақстан мен Ресейден тарихшы, өлкетанушы, ғалымдар, жазушылар, спортшылар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Экспедиция мүшелері облыс орталығы мен Зеленов ауданының Владимировка елді мекеніне дейінгі аралықта 3 күннің ішінде жүзіп өтеді. Жайықтың экологиялық жағдайына байланысты түйткілдер негізінен өзеннің жоғары және ортаңғы ағысынан бастау алады. Жағасында орналасқан елді мекендер осы қолдан жасалған келеңсіздіктің зардабын тартуда. Мәселен, Ресей өзен суын реттейміз деп кезінде Орынбор облысынан су қоймасын салды. Жайықтың жоғары ағысында да көптеген бөгеттер бар. Тіпті кейбір кәсіпкерлер жайыққа құятын шағын өзендер мен бұлақтарды басқа арнаға бұрып алып, жасанды көлдерге иелік етуде. Соның салдарынан өзен суы тартылып, ондағы балық қоры да жылдан жылға азайып барады. Мәжіліс депутаты Елена Тарасенко жетекшілік ететін экспедицияның мақсаты осы трансшекаралық өзеннің экологиялық жағдайына билік пен қоғамның назарын аудару. Біз белгілі бір деңгейде өз мақсатымызға жеттік. Еткен еңбек, төгілген тер зая кеткен жоқ. Екі ел үкіметі бұл мәселеге назар аударып, тиісті шаралар қабылдай бастады дейді экспедиция мүшелері.